кемпірмен шал болыпты. Кемпір мен шал мынадай әдемі үйде өмір сүріпті. Үйлерінің алдына бақша отырғызыпты. Қараңдар, бақшаға бір күні шал шықса, үлкен болып шалқан өсіп тұр екен. Осы шалқанды шал әрі тартады, бері тартады. Шалқан орнынан қозғалмайды. Содан шал кемпірін шақырады көмекке. Кемпір шалдан тартады, шал шалқанды тартады, әрі тартады, бері тартады. Шалқан орнынан қозғалмайды. Содан кемпір немере қызын шақырады. Немере қызы көмекке келеді. Қыз кемпірді тартады, кемпір шалды тартады, шал шалқанды әрі тартады, бері тартады. Шалқан қозғалмайды орнынан. Қыз барып итін шақырады. Ит қыздан тартады, қыз кемпірден тартады, кемпір шалдан тартады, шал шалқанды әрі тартады, бері тартады, әрі тартады, бері тартады. Шалқан орнынан қозғалмайды. Содан ит барып мысықты көмекке шақырады. Мысық келеді. Мысық иттен тартады, ит қыздан тартады, қыз кемпірден тартады, кемпір шалды тартады, шал шалқанды әрі тартады, бері тартады. Бірақ шалқан істемейді балалар, орнынан қозғалмайды. Содан көмекке тышқан келеді. Тышқан мысықты тартады, мысық иттен тартады, ит қыздан тартады, қыз кемпірден тартады, кемпір шалдан тартады, шал шалқанды тартады. Не істейді шалқанды балалар? Жұлып алады. Сонымен ертегіміз аяқталды.